күзде өтетін егін орағы еш кедергісіз өтіп, жиналған өнім облыс көлемін астық және көкөніспен қамтуға толық жетуі тиіс. Бүгін облыстың аппараттық жиынында Ерлан Қошанов осылай деді. Сәйкесінше тұрғындар көршілес елдерден келетін өнімдерге алақан жаймайды. Баға тұрақтылығы да басты назарда болуы шарт. Жаз өтіп күз келді. Бұл егін орағы маусымына дайындықты қыздыра түсетін мезгіл. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Сағынжан Апақашевтың сөзінше, биыл астық жинауға 2344 комбайн тартылады. Оның 50-і су жаңа. Науқанға 60 картоп жинаушы комбайн және 72 картоп қазғыш қатысады. Жанар жағармай мәселесі де ерте бастан шешімін тапқан. Ағымдағы жылы дән дақылдардың есептен шығарылған көлемін еске алғанда, жинау алқабы 845 мың гектарды құрайды. Оның ішінде бидай 631 мың гектар, арпа 200 мың гектар және 16 мың гектар сұлы. Сонымен бірге ауыл шаруашылық құрылымдарында майлы дақылдар 24 мың гектарды, картоп 10 мың 400 гектар және көкөніс алқабы 1,5 мың гектарды алқапта жиналады деп жоспарлануда. Биыл күн ыстық болып, диқандарға едәуір қолайсыздық тудырғаны рас. Салдарынан бірқатар бағыт бойынша төмен көрсеткіш байқалды. Десе де, басым көп бөлігінде диқандар өткен жылмен салыстырғанда мол өнім алуды жоспарлап отыр. Астық жинауға 2344 астық жинау комбайндары, оның 51-лігі биылғы жылы сатып алынған. 60 картоп жинау комбайны және 72 картоп қазғыш қатысады. Қазіргі уақытта барлық техникалар толықтай дайын. Күзгі дала жұмыстарын жүргізуге 15 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлінген. Шілде-тамыз айларына бөлінген 10 мың тонна дизель отыны оператор толықтай төледі. Бүгінгі күні 9800 тоннасы жеткізіп алынды. Сонымен қатар бүгін бірқатар кадрлық ауыс түйіс те болды. Бұдан былай Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменттің Байханова Айгүл Бейбітқызы басқаратын болады. Айгүл Байханова 92 жылдан бері мемлекеттік қызметте. 3 жоғары білімі бар, мамандығы бойынша экономист заңгер. Осы қызметке дейін Алматы қаласы бойынша аталған департаменттің басшысы болып қызмет еткен. Дәуренбек Бақдулет, Олжас Ғаббасов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.